Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нұрдәу. Мен сіздерге бүгін Supercell'дің, нақтырақ айтқанда Supercell мен бір компанияның біріккен ойынына қалай бірінші болып ойнау керектігін көрсететін боламын. Ал достар, енді сіздер бұл каналға подписаться етіп, лайк басып, видеоларды өткізе алмасын, колокольчикті басып қойыңыздар. Осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл видео өте жақсы шыққан. Енді соңына дейін көріңіздер. Соңында осы бір персонаждарды обсуждать ететін боламыз. Мен сіздерді көп уақыттарыңызды алмаймын. Кеттік. Ссылканың астына, осы видеоның астындағы описанияға ссылка қалдырам. Сол ссылканы басып кірсеңіздер болады. Сол кезде осы жаққа түсесіздер. Ал бұған бірінші кіретін кезде жаңағындай жазып, бұған кіргеннен кейін мына жерде біреу бар қазір. Достар, мынау бот, грунт деген бот деген тұрады, мынау көк түсті робот ше. Оның үстін басасыздар. Оның үстін басқан кезде сообщениеге кіресіздер. Мен бұған бұл жазып қойдым барлығын, қазір көрсетем басынан бастап. Бұл жер дұрыс емес. Міне, қазір мен сіздерге мынау в общем, леппеліксімен analyst деп жазылып тұр. Мен бұл сөздерді описаниеға қалдыратын боламын. Скопировать етіп қойып аласыздар. Біз ол сөз жазғаннан кейін ол бізге осындай бір нелер береді. Ереже, осыларды оқимыз. Енді оқығанда сіздер одан біреуге жібермеуіңіздер керек, ол өзі кіріп істеу керек. Сосын соңында бір leave деген нені көріп тұрсыздар ма? Жоқ, оны жазбайсыздар. Міне, agree деп жазасыздар. Міне мен көріп тұрман, Нұрдәу деп тұрған жерде agree. Дәл осы сөз жазасыздар. Сосын бот осылай бірдеңе деп жазады. Yes дейсіздер. Сосын бірдеңе. Сосын сізден email адрес сұрайды. Email адрестеріңізді жазып жібересіздер. Мен жазып жібердім. Сосын командер бірдеңе. Сіздің Android па немесе iOS байсыздар. Android деген Samsung дегендер, iOS енді өздеріңіз білесіздер ғой. Көбісіндегі Android, мен өзімдік Android болғандықтан Android деп жаздым. Сөйтіп, ол қай регионнансыз деп сұрайды. Мен Азия деймін енді. Мынау S деп тұр ғой, Азия. Сіздерде AS жазасыздар ағылшынша бас әріппен. Сөйтіп, ол мені қабылдайды. Сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Енді достар, мен сіздерге қазір осы бір персонаждарды айтып өткім келіп тұр. Қараңыздар, Асланд, мен дұрыс оқи алмай тұрмын бұл жерде, дұрыс па дұрыс емес па. Асланд бұл жерде бұл Brawl Stars ойындағы бұл секілді ғой. Мысалы, тез жүгіреді, көп қыпсы бар, және ол ближник та. Ближник. Короче, сондай бірдеңе. Достар, енді бұл жерде бізге геймплейді анық көрсеткен, қалай ойнайтынымызды. Бұл Brawl Stars, Clash of Clans'тың біріккен түрі ойын деп тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда ол ближнийде қаттырақ урон жасайды, бірақ бұл жерде не екенін білмеймін, ближнийға барған жоқ. Енді оны көре жатармыз енді неде болашақта. Ал енді достар, мына жерде Armored Car деп тұр. Енді бұл Armored Car деген орысшада армия машин, қазақшада машиналары армиясы ғой. Осы машина қыпсы көп екен және тез жүреді. Бұл башняға, именно башнялар, постройкаларға көп урон алады екен. Бірақ та бұл жаяу әскерлерге онша емес та. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ал міне дәл осы жерде енді көрсетіп тұр, башняға атып отқанын қараңыздар. 213 көмектесіп атыр қасындағылар. Достар, енді мына жерге мән бермей қойыңыздар, басқа бір не қосылып кетті. Сондықтан башняға аты мықтырақ болғасын, башняға атып отқан көрсеткен шығар енді өздері разработчиктер. Достар, енді білмеймін, мынау енді бүкілінің қыпсы көп па енді. Осы бірақ жай жүгіреді екен, енді особенности, бірақ қыпсы көп. Бұл және гранатометчик деп те айтуға болады. Бұны heavy дейді ма. Короче, бұл көп оқпен атады, өздеріңіз көріп тұрсыздар, миниганер ғой, типа. Brawl Stars'та ПМ-ді білесіздер ма? Сол ПМ ғой, в общем. Бірақ жай жүгіреді екен де, бір жақсы қыпсы көп, және өте көп оқ атқанынан оның тегізу шансы көп та.
Міне достар, енді өздері көрсетіп тұр, қарасаңыздар қаншалықты дальность. Енді бас жағында көрсетті, оғы жағы жақында. Міне қараңыз, жай жүгіреді екен, өздеріңіз көріп тұрсыздар, қыпсы көп. Урында ошым жаман емес енді. Басқа бәтсе көрік. Достар, қараңыздар, бұл да бір машина екен да. Score care дей ма, білмеймін. It's getting hot in here. Короче, бұл отпен ататынын түсіндім да. Және супер таус дейді, енді супер атака ошым. Жоқ, супер қыпсы мықты деген ау деймін ошым. Ариатак енді сплэш өрен ғой, мысалы Нита Поколар білесіздер ғой, Brawl Stars'та нас көз өткізіп кетеді, атакасы пұқ деп. Енді сол сияқты. Сосын бұл любой постройка ма, солдат па қарамайды. Дамаг істей береді екен да, бұның бір жақсы жері, ештеңеге қарамайды. Міне достар, енді көрсетіп отыр, бұл отпен атака істеп тұрған өздеріңіз көріп тұрсыздар, сквозь өтіп кетіп бара жатыр, екеуін бірден атака істеп отыр да. Бұл өте жақсы. Достар, мен сіздерге бұл ойынның атын айтып ұмытып кетіппін ғой. В общем, бұл ойынның аты Bombich Fort Line. Достар, кім осы сәтке дейін көрді, сіздер красавчиксіздер. Өте. Ал ендеше сіздермен бірге болған Нұрдәу, сау саламатта болыңыздар.